Каналға қош келдіңіздер. Лайк басып, пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Қазір ғаламдық кеңістіктің адамзатқа жеткізіп отырған ақпараты. Енді бүкіл адам баласы өз қасиетін толық қабылдап, оны күші ретінде қолдана бастаған шақта, ескі дәуірдегі аура мен энергетикалық қабаттардың оңай тесілуі, энергияның шашылуы, немесе ниеті ауыр адамдардың сіздерге сыйқыр, дуа секілді қара энергия жіберуі мүмкін болмайды. Өйткені оянған рухтардың қасиеті адамның өз ішкі қорғанына айналады. Бұл сырттан тартылған емес, адамның өз табиғаты оятқан қорғаныс өрісі. Кім өзінің қасиетін мойындап, бойына қабылдаса, оның рухтық қанаты кеңге жайылып, жарық өрісін күшейтеді. Мұндай жанға қара энергия өтпейді. Себебі жарықтың тербелісі қаралықты автоматты түрде бейтараптандырады. Ал керісінше қасиетінен қашқан, өз дарынын мойындамаған адамдардың тылсымдағы қанаты жиырылып, ашылмай қалады. Сондай кезде ескі дәуірдің ауыр энергиясы тез өсіп, қанаттарын қарайтып, жарығын тұмандатып жібереді. Қазір біздің міндет осындай жандарға рухтың ата тек аруақтарының, періштелердің абсолют энергиясының көмегімен тазалау, олардың қанатын қайта ашып беру. Қанаты кеңге жайылған рух батыл, нық, оған ешқандай ауырлық, қарсылық өтпейді. Сондықтан қазақта ерекше мәні бар сөз бар. Тілек айтқанда қанатың кеңге жайылсын дейді. Бұл қанат жай ғана символ емес, бұл сіздің қасиеттеріңіз, ал қасиеттеріңіз сіздің қорғаныңыз. Ғаламның әйел затын ерте оятуы бекер емес. Өйткені біздің халықтың жүрегінде ұрпақ желісінде қалып қойған есеміз өте көп болды. Ата-аналарымыз ауыр кезеңдерде өмір сүрді. Олардың үстіндегі ата-әжелеріміз ашаршылық, репрессия, түрлі саясаттың құрбаны болып жүріп, жанның жылуын толық бере алмай, өздері де ала алмай қалған шақтар көп болды. Балаларды жақсы көрмеді деген емес, өмірдің қаталдығы махаббатты білдіруге мүмкіндік бермей қалған кездер болды. Сол себепті біздердің көпшілігімізде жүректегі жылулыққа, құшақ пен сөзге шөлдеп өстік. Ата-анамыз бізді асыраймыз деп жүгіріп жүріп, бірге отырып сөйлесуге, жанға үңілуге уақыт таба алмай қалған кездері көп болды. 50, 60, 70 жастағы аға буын дәл осы кезеңнің ауырлығын басынан өткерген буын. Ал енді ғалам қазақ әйелін, қызын, анасын ер адамнан бұрын бірінші болып оятты. Өйткені қай жерде махаббат тоқтаған болса, сол жерде махаббатты қайта жүргізетін әйел жүрегі. Бүгінгі қазақ қыздары аналар ұл қызға, немере шөбереге жылулықты, мейірімді, түсіністікті тереңінен сезініп беріп жатыр. Сол арқылы ұрпақтағы блоктарды, ата-бабалардан келе жатқан жараларды, үнсіз қалған травмаларды ерітуде. Үзілгенді жалғап, күрмеулі буынды шешіп, ұрпақ жібін қайта түзеп жатқан әйелдер, бұл жаңа толқын, білім мен ғылымға құмар, терең ойлайтын, ізденімпаз, ерге қызмет еткісі келетін, рухына да, санасын да қатар дамытатын қазақ жігіттерін көбейтпек. Әйелдері жүректі оятты, енді ерлер рухты оятады. Ұлттың екі өрісі бір мезетте көтерілгенде, қазақтың жаңа дәуірі басталады.